Және де ол Рамазан айында қолымыздан келгенше көп садақалар берейік. Жылы сөздер сөйлейік, жақсы сөз сөйлейік. Бұл Рамазан айында, Рамазан айының бір жақсы жері, адам Рамазан айында тақуалыққа, нәпсін тәрбиелейді, нәпсін бәріміз жақсы білеміз, Алла тағалам нәпсін жаратқан кезде не дейді нәпсі? Нәпсіге сен кімсің деген, нәпсі сенсің, менмін деген да. Бұл нәпсіні біз тек қана аштықпен ғана жеңе аламыз, құрметті жамағат. Аштықпен ғана. Бұл оразаның бір жақсы жері, ораза бізге сабырлықты үйретеді. Мұсылман адам сабырлы болу керек. Айтып кеткеніміздей, бұл түнгі тахаджуд намазында оқу үшін адам ең бірінші нәпсін тежей білу керек. Нәпсіге өте ауыр ол, түнгі намаз оқу бар ғой. Түнде тұрып, Алланың разылығы үшін, Алладан үміт етіп, тұру өте қиын ол. Сол үшін құрметті жамағат, көп Құран оқиық. Бұл Құран түскен ай. Бұл айда біз өзгеруіміз керек. Жақсы жаққа өзгеруіміз керек, жақсы жаққа. Қолымыздан келгенше жақсылықтарға атсалсайық. Бәрімізге мәлім, бұл Рамазан айында 1000 айдан артық қадір түн бар. Алла амандық берсе, ол күнге де аз уақыт қалды. Біз әлден түнімізді ұйқымен өткізіп жатсақ, тек сәресіге тұрып, бір стакан ақ су ішіп, сонымен ораза тұтып жатқан болсақ, біз ертең қадір түннің қадірін, құрметті жамағат, біле алмай қаламыз біз. Басқа айлар қарағанда, ол Рамазан айының қадірін сізбен біз жақсы білуіміз керек. Өйткені бұл айда Алла тағалам сауапты еселеп береді. Рамазан айының ішінде түнде кем ұйықтап, көп қолшылықта болуымыз керек. Алла тағалам біздердің дұғамызды қабыл ету үшін шынайы жылап, кез келген актер болсын, актриса болсын, адамдардың алдында еркін жылай береді. Бірақ түнде тұрып, адамдардың барлығы ұйықтап жатқан кезде қай біріміз тұрып, ертең Раббымыздың алдында тұратын күнді ойлап, сол күні жауап беретін күнді ойлап, қай біріміз тұрып жылап дұға ете аламыз? Ол өте қиын, ол нәпсіге өте ауыр тиеді. Адамдардың алдында адамдардың жылауы мүмкін, бірақ түнде жалғыз қалып тұрсыз, түн ұйқыңызды бөліп, жақсылап дәрет алып, сіздің намаз оқып жатқаныңызды, түнгі намаз, тахаджуд намазы оқып жатқаныңызды Алладан басқа ешкім көрмейді. Сіз Алла ғана көрсетесіз. Өзіңіздің Алланың алдында Алланың құл екендігін, Алланың пендесі екендігін, Алланың құл екендігін адам баласы сезіне білу керек. Адам баласы Аллаға мұқтаж екендігін сезіну керек. Шынайы істеген істеріне ең бірінші дұға еткен кезде адам тәубе ету керек. Жақсылап тәубе етіп, істеген істеріңіз үшін, істеген күнәңіз үшін, пенде болған екен, барлық адамда не болады? Күнә болады. Алла тағаламы күнә істеп, және сол күнәсі үшін Алладан шынайы тәубе еткен құлдарын Алла тағалам жақсы көреді. Бірақ мұсылман адам үлкен күнәларға бармайды. Бұл Рамазан сондай ай адамды күнәлардан, жаман сөз сөйлеуден, өсектен, өтіріктен тыятын ай бұл. Адам баласы өмірге не үшін келгендігін ең бірінші білу керек. Адам баласы өмірге не үшін келді өзі? Ішіп, жеп, отбасы құрып, бала шағалы болып, дүние жинап, өмірден өту үшін келді ма? Жоқ, олай емес, құрметті жамағат.
адам баласы өмірге Алла тағаланы танып, Алла тағалаға шынайы құл болып, Алладан шынайы қорқып, Аллаға құлшылық ету үшін келді. Өйткені Алла тағалам адамзат пен жындарды өзіме ғана құлшылық ету үшін жараттым деген. Қалған барлық нәрселерді Алла тағалам сіздер мен біздер үшін жаратқан.